Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін руханият, тәрбие, әдеп жөнінде әдемі әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы руханият орталығының теолог маманы Карим Байболов мырза. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақты, қазіргі қоғамда руханияттың рөлін қандай деп бағамдайсыз? Ассаламу алейкум. Баршаларыңызға Алланың есендігі, амандығы, саулығы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жалпы мынау енді руханият дегеніміз, бұл бізде енді әдеп, ақылақ дейді, көркем мінез дейді, және де сабырлық дейді, әділеттілік деген нәрсенің мағынаны білдіреді ғой. Жалпы Аллаға шүкір, бұл атадан балаға, баладан немереге мұра болып келе жатқан. Енді жалпы қазіргі мен айтарым, енді жастарымызда мына пайғамбарымыздың жақсы бір сөзі бар ғой. Үш адамға Алла тағаланың назары түспейді деген. Бірінші дейді, сөйлесе жалған сөйлейді. Екінші, мынау бір нәрсені мысалы аманат қылса, аманатқа қиянат жасайды дейді. Үшінші, уәде қылса, уәдесіне тұрмайды деген екен. Сол сияқты мынау қазіргі қоғамда кейде өздеріңізді білесіздер, уәде беріп алдып кетіп жатқан жағдайлар болады, жалған сөйлеп жатқан жағдайлар болады. Енді негізгі айтатынымыз сол жастарға мынау шыншыл болса, әділетті болса, және айтқан сөзіне, уәдесіне берік болса, сонда сол біздің кешегі сол атадан балаға мұра болып келе жатқан осы руханиятымызды дамытқан болып есептелеміз. Иншаллах, Құдай қаласа. Сол үшін де бірінші біз енді айтатынымыз сол қоғамда Аллаға шүкір жастарымыз дінге деген бетбұрыстары жақсы. Дей тұрғанмен әттіғана деген жерлерде болады, бірақ дей тұрғанмен көш жүрегі де түзеледі дейді ғой. Бірақ айтатынымыз сол шыншыл болса, әділетшіл болса, аманатшыл болса, жауапкершілікті сезінетін болса, елін, жерін, мынау отанын сүйетін болса, нағыз патриот болса, руханият дегеніміз осы деп ойлаймын. Жалпы қазақта сөз бар ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деген. Жалпы әдеп, тәрбиенің адам өміріндегі маңыздылығы қандай? Жалпы мынау жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, әдемі айтып отырсыз, мынау Әл-Фараби атамыздың сөзі ғой, тәрбиесіз алған білім адамның қас жауы дейді. Енді осы жерде мынандай нәрсе бар да, ілім жоғары тұра ма, жоқ әдеп жоғары тұра ма деген нәрсе бар. Ілім, әдеп жоғары тұра ма, ілім. Сонда айтады, ғалымдар айтады, әдеп жоғары тұрады дейді. Мәселен, біз енді ел аралаған ел аралаған сыншы болады, ағаш аралаған орманшы болады дейді. Қанша дегенмен де, қаншама елдің ішінде жүргендіктен кейін ғалымдар айтады, мынау әдепсіз ғалымнан дейді, әдепсіз ғалымнан. Мынау жаңағындай ілім абзал, әдепті не жақсы дейді, әдепсіз ғалымнан гөрі әдепсіз әшін мұсылман дейді. Адам баласы сол жақсы деген екен де, көрдіңіз ба? Сол сияқты бұл жерде бірінші әдепті не қылғанымыз дұрыс, жоғары санағанымыз дұрыс та, өйткені әдеп. Сол үшін де мынау енді әрине ілім де жақсы, ілім деген ол ең керек нәрсе адамға. Өйткені пайғамбарымыз айтады, «Утлубу алми минал махди иля лахди». Ілім алу мынау ағаш бесіктен жер бесікке шейін парыз дейді. Сол сияқты мынау даналарымыздың өте жақсы бір сөзі бар. Егер бір жылдығын ойлаған адам екі сексін дейді. Мынау 10 жылдығын ойлаған адам жаңағындай ағаш отырысын дейді. 100 жылдығын ойлаған адам ұрпақ тәрбиесін дейді. Сол үшін көбінесе осы тәрбиеге, мынау көркем мінез, әдеп, ақылаққа көбінесе мән бергеніміз абзал болады негізі. Карим аға, осы тұста айтып өтіңізші, жалпы жастар арасында ұлттық және рухани құндылықтарды насихаттау үшін не істемек керек? Енді бұл жерде ең жастардың арасында жаңа айтып отырмын ғой, бірінші мына өзі адам баласы негізі бірінші тәлім тәрбие алған кезде бірінші ата-ананың тәрбиесін алады екен ғой. Екінші дейді, мынау ұстаздың тәрбиесін алады екен. Үшінші дейді, жалпы мынау қоршаған ортаны дейді. Ал енді руханиятты мысалы бірінші осы айтатынымыз, бізде мысалы жастарымыз ойлаймын, мынау отан сүйгіштікке тәрбиелеуіміз керек. Ең руханияттың несі сол ғой, өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар, «Хуббул ватан вал иман» дейді. Отанды сүю иманнан дейді. Мысалы отанды сүю, жерді сүю, жалпы мынау ата-анаңды сүю, сол сияқты осы жастарға бірінші, осы айтайын, мынау бірінші жаңағындай тәрбиенің негізгі мәйегі бұл сол жерін сүю, елін сүю, халқын сүю, соған қоса мына ата-анасын да сүю деп
осы руханиятқа тәрбиелегенбіз. Енді бұның бәрі қарсы сол исламнан алынады ғой, осының бәрі. Сол үшін біз әрдайым көбінесе осыны жүрген жерімізде осыны насихаттаймыз. Жастарымызға да қазір кейде қоғамда байқайсыз, мысалы мектеп қабырғасында балаларда бірін-біріне деген мысалы әлімжеттік, Құдай сақтасын, мысалы қыздарымызда кейде бірін-біріне деген жаңағыдай шаш жұлып, жаңағыдай ерегіске бару әрқилы өйткені кейін осының бәрі ойлаймын, мына әлеуметтік желінде бір кесір деп ойлаймыз. Өйткені бұның да бір жерден пайдасы болса, зиянды тұстары өте көп. Сол үшін де көбінесе мынау тәрбие дейді, бірінші мына талбестен дейді ғой. Кейде мына ата-аналар мысалы мектепке барғанда байқаймыз, көбінесе мына ата-аналарымыз кейде мына балалардың әйтеуір киімі нейді, тамағы тоқ, киімі көк болса болды деп, кейде көп мына тәрбиесіне мән бермей жатады. Сол үшін біз бала кезден сол жаңағыдай балаларымыздың, ұрпақтарымыздың сол санасына құйсақ, осы елін, жерін, отанын сүйді, соған жаңағыдай шынайы мынандай нейді, көзінің қарашығындай қарайтындай сондай тәрбиелесек, онда бұл Құда қаласа келешекте ұрпақтарымыздың жақсы бір жетістікке жететіні ол кәміл сенімі болады. Жалпы жастарымыздың бойына мейірімділік дәнін себу үшін, балаларымыздың мейірімді, жаңағыдай иманды болып өсу үшін ата-ана ретінде біз не істеу керекпіз? Енді мынандай нәрсе бар ғой, арбаның дейді да, алдыңғы дөңгелегі қалай жүрсе, соңы солай жүреді дейді. Бұл жерде ата-ананың айтқан емес, жалпы бала қарап тұрсаңыз, сол ата-ананың істеген ісімен ғана не алады екен да, тәлім тәрбие алады екен. Мысалы ата-анадан көрген, қазақ айтады ғой, әке көрген оқ жана дейді, шеше көрген том піше дейді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты атадан бала тумай ма, ата жолын қумай ма дейді. Анадан бала тумай ма, ана жолын қумай ма дейді. Сол сияқты мынау балаға бірінші айтқаннан гөрі сол істеп амал менен көрсеткен дұрыс екен де, негізі сөзбен емес. Ата-ана сол баласына титтайынан мысалы сіңіретін болса, өйткені мынау жас бала уже өскен уақытында ол әрбір ата-ананың ісін амалына қарап, соған қарай ол тәлім тәрбиеледі. Сол үшін біз мынау пайғамбарымыз заманында пайғамбарымыздың екі немересі болады, Хасан Хусейн. Сол екеуін еркелетіп, жаңағыдай бір мейірім төгіп отқан кезде соны бір сахаба көреді. Жаңа пайғамбарымыз сондай жаңа еміреніп отқан немелені. Сонда әлгі сахаба айтады, ой сізде я Расулалла, сіз мына балаларыңыз, немелеріңізді не алады екенсіз ғой, еркелетеді екенсіз ғой. Мен бұлай жасамаймын дейді, жаңа балаларыма мен еркелетіп көрген емеспін дейді. Сонда енді Құдай сенің жүрегіңнен дейді мейірімді алып тастаса мен не істейін деген екен. Көрдіңіз бе? Сол сияқты біз сол балаларымызға, немелерімізге кішкентайынан сол мейірімнің, жаңағыдай сүйіспеншіліктің, сол балаға деген мейір, махаббаттың дәнін сепкеніміз жақсы екен да. Сол нәрсені біз амалымызбен көрсететін болсақ, келешекте соны көріп өскен бала, ол сана сезімін, ол бойымен сол нәрсені сезіп өскен бала, ол бала да сол нәрсені ертең жасайды. Атадан көргенін жасайды. Өйткені бала дейді, қарап тұрсаңыз, бала мынау ата-анасының айнасы дейді ғой. Балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны жасайды дейді. Сол сияқты сол ата-анасынан көрген, естіген сөзін, сол ата-анасының жасаған әрбір жаңағыдай амалдарын ертең көрсеткенде сол баласы да, қызы да сол нәрсені іске асырады. Көрдіңіз бе? Сол үшін де мынау кейде айтып жатады ғой, ой шіркін, атасына рахмет, сондай бір жақсы тәрбиелеген екен мына қызды, сондай иманды қыз екен, мына баласына, атасына мың рахмет, сондай бір жақсы, инабатты, сондай бір адал азамат екен деп жатқаның сөзі ол не? Сол ата-ананың жемісі деген сөз. Ата-анаға баладан басқа ешнәрсе қажет емес. Оған бір дүние әперу, болмаса бір жаңағыдай көлік, болмаса ата-анаға барма, сол бір ауыз сол баласының елден көрген адамның, мысалы халықтың шіркін мына қандай әдемі мына қызыңызды сондай бір ибалы, сондай бір салихалық тәрбиелегенсіз. Балаңызды сондай бір имандық тәрбиелесе, сондай бір ауыз сөз айтса, бітті, сол ата-ананың төбесі сол көкке жетеді. Сол сияқты сол бірінші баладан бұрын ата-ананың өзі тәрбиелеу керек. Өз-өзін айтады ғой, адам өз-өзін өзгертпейінше, Құдай оны өзгертпейді дейді. Көрдіңіз бе? Кейбір адамдар мен байқаймын, айтасың ғой, мысалы осындай бір жақсылыққа, бір имандыққа шақырсаң, ой біз енді уақытысында советтік заманда өстік, біз енді бітті, біздің сүйегіміз қатып қалған бұл. Біз осы нәрсемен кетеміз дейді да. Сонда Абай атамыз айтады. Абай атамыз бүйтеді. Егер закон менің қолымда болғанда дейді, мен өзгермеймін деген адамның мен тілін кесетін едім деген екен да. Мысалы көрдіңіз бе? Сол сияқты адам өзгереді. Бірақ адамда ниет болу керек, ықылас болу керек, мен өзгеремін деген сияқты.
бірақ ол біз құдайға сілтеп қойып, біз андай деп кейбір құдайға сілтеп қояды. Құдай пешенеме жазды ғой, құдайдың көрсеткенін көру, ол болмайды, ол надандық нәрсе, көрдіңіз ба? Сосын бірінші әрекет адамның өзінен болу керек, көрдіңіз ба? Иә. Қазіргі бала тәрбиесінде көптеген ұстаздар ата-аналардан жаңағы отбасылық тәрбиенің аздығы деп бір-бірін кінәлап жатады, иә, оны өзіңіз де көріп жүрсіз. Жалпы осы тұста ара жігін ажыратып беріңізші, отбасының тәрбиесі маңызды ма бала үшін, әлде мектептің, ұстаздың тәрбиесі маңызды ма? Жоқ, енді бұл жерде мынандай нәрсе ғой, бұл енді мектептің қабырғасында, мектепте бұл бала қанша дегенмен білім алады, көрдіңіз ба? Мынау бізде мынандай сөз бар ғой қазақта, тектіден текті туады, тектілік тұқым болады дейді да. Енді осы жерде айтады, Абай атамыз айтады, бұл тектілік деген нәрсе сол тәрбиемен келетін нәрсе екен да, тәрбиемен келетін нәрсе екен. Бірінші, мысалы, балаға тәрбие, бұл мынау шыны керек, мына ел болам десең дейді да, бесігіңді түзе дейді, бесігіңді түзе дейді. Сол сияқты бірінші тәрбие бұл ата-ананың тәрбиесі ғой. Сол ата-ананың балаға деген сол сіңірген тәрбиесі. Бірінші тәрбие бұл ата-анадан болу. Сол үшін де мынандай нәрсе бар, бұл тағы да мен қоса кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір ерлі зайыпты келеді. Ерлі зайыпты келіп, кішкентай баласы бар екен, шақалақ баласы да. Енді ғана соны келіп пайғамбарымыздан кеңес сұрайды ғой. Мына біз сәбилі болдық, мына үйленгенімізге міне 1 жылдан асты. Осы балаға қандай тәлім тәрбие берсек болады деген кезде пайғамбарымыз былай айтады: сендер кеш қалдыңдар дейді. Қалай сонда кеш қалдыңыз деген кезде сонда бүйтеді: сен мына бала дүниеге келмей тұрып, сен бұның анасын таңдау керек едің дейді. Қараңызшы. Сонда біздің қазақтың мақалы мынандай, қара, бүйтеді қазақ атамыз: мынау еркек бұзылса дейді, отбасы бұзылады дейді. Әйел бұзылса, қоғам бұзылады дейді. Әйел баласы бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді. Сол сияқты осы жерде тәрбиеде де мынау аналардың да рөлі өте үлкен, атқарады рөлі үлкен. Сол сияқты біздің келешек қоғамымыздың өзі сол тәрбиелі, иманды, сондай бір инабатты, отан сүйгіштік тәрбиелеу үшін сол ата-ананың бұл рөлі бірінші ойнайды. Рухани тұрғыдан мықты азамат қандай болу керек? Енді мен ойлаймын, рухани тұрғыдан мықты азамат, бұл не айтады ғой, Бұқар Жырау бабамыздың жақсы бір сөзі бар. Бүйтеді: бірінші тілек тілеңіз дейді, Аллаға жазбасқа дейді. 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақыт ораза қаза қылмасқа дейді. Адал болам десең дейді, судай таза бол дейді. Мықты болам десең, жердей мықты бол дейді. Бұл жерде руханияттың ең негізі несі? Бұл адалдық. Көрдіңіз ба? Адалдық, тазалық, әділетшілдік. Одан кейін мынау жауапкершілік деген нәрсе. Аманатқа қиянат жасамау, кісі ақысын жемеу, өтірік сөйлемеу, ата-анасын құрметтеу, былайша айтқанда ағайын, туған, туыс. Енді руханияттың ең бір несін айтайын. Адам баласы, мысалы, сіз өзіңіз ойлап қараңыз, мысалы, сіз өзіңізге бар жақсылық тілейсіз ғой, дұрыс па? Еш уақытта адам енді бұл бір надан адам болмаса, саналы түрде санасы бар адам өзіне тек қана жақсылықты қалайды, дұрыс па? Сол сияқты мұсылман адам дейді, мысалы, адал адам, мұсылман адам өзіне не нәрсені қаласа дейді, не нәрсені қаласа, соны басқа бір мұсылманға қалайды дейді. Көремалшы деген болмау керек. Қасатшыл дейді ғой, көремайды, іші тар. Алла тағала бұндайдан сақтану керек. Бұл адамды құрдымға кетеді деген сөз бар. Қазақ айтады: кең болсаң не? Кең болмайсың. Сол сияқты кең болу керек, адал болу керек. Әрі бұл жерде иманды болу керек. Шариғаттан да хабары болған. Құдайға сен, қазақ айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді, көрдіңіз ба? Сол сияқты Аллаға сену және де енді қарап тұрсаң, ислам дінінің бәрі сол. Мысалы, отанды сүюді айтады, ата-ананы сүюді айтады, адал болуды, иманды айтады. Руханияттың ең кемелі осылар, иншалла. Жалпы жастарды жат идеологиялардан, өзге ағымдардан қорғау үшін не істеуге болады? Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар да, біз енді зайыл мемлекетпіз ғой енді. Зайылық деген білесіз, діннің жалпы мемлекеттен бейтараптылығы. Енді осы жерде Абай атамыз жақсы айтады. Абай атамыз былай дейді: махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй Алланы жәннен тәтті дейді. Барша адамзатты сүй бауырым деп, хақ жолы әділетті осы деп дейді. Бұл бір сөзін айтады. Және де екінші сөзін айтады: Алладан дейді, Алланың өздері рас, сөздері рас дейді. Және де Алладан көп кітап келген,
оның төртеуі құдайды танытуға сөз айырмас дейді, көрдіңіз ба? Осы жерде адамға айтады, мысалы қанша діндер келсе, мынау біздің енді мынау ислам діні, пайғамбарымыз сол діннің бәрін қорытушы ғой, былайша айтқанда кенжесі. Енді бізде қазіргі таңда байқап отырсыз, мысалы қоғамда мынандай нәрсе пайда бола бастады. Сен мұсылмансың ба? Сен қазақсың ба? Сен мұсылмандықты жоғары қоясың ба? Жоқ, сен ұлтыңды жоғары қоясың ба деген сияқты. Ал енді Құранда айтады Алла тағала, біз адамдарды ұлттарға, ұлыстарға бөлдік дейді. Бөліну үшін емес дейді. Бір-бірлеріңді тану үшін дейді. Сен қазақ емессің бесең, сен діннен шығып кетесің. Өйткені Құдай бізді қазақ қылып жаратты. Бірақ біздің ұлтымыз қазақта, бірақ ұстанымыз біз не? Исламымыз. Енді қазір мысалы намаз оқыса, ораза ұстайтын болса, жаңағындай бұлардың бәрі араб құлдары, сондайлар шығып жатыр. Бұлар арабизация. Мысалы қараңыз, сіздің мысалы ұстап тұрған телефоныңыз бізден шықпайды. Жақсы нәрсесі жоқ. Мысалы мынау телефоным мысалы Кореядан шығады. Мысалы айфон ұстайтындар бар. Мысалы машина мінесіз, мысалы жапондық Жапония машинасы мінесіз. Кәрістердің машинасын мінесіз. Мысалы соның машинаны мінгенде, солардың киімін кигенде, мысалы біз европалық болып кетпейміз ғой, болмаса кәріс болып кетпейміз. Қазір Қытайдың машинасын мініп жатыр көбісі. Қытайдың машинасы қазір не болып кетті ғой? Қытай болып кетпейсің ғой, дұрыс па? Сол сияқты бұл намаз оқыса, мысалы, бұл мұсылмансың, Құдайға бойұсынғаның. Ораза ұстасаң, бұл Құдайға бойұсынғаның. Сол сияқты осы жерде мен айтарым, қазір неше түрлі осындай бір ағымдар шығып, мына жастарымыздың кішкене санасын улауда. Құдай сақтасын. Ол жаңағы мынандай нәрсе бар ғой. Құдайды сүю деген нәрсе, Абай атамыз айтады. Алла деген сөз жеңіл дейді. Аллаға қол ауыз емес, анталы жүрек шын көңіл дейді. Өзгенің басқасы хаққа жол емес дейді. Адамның бар күш қуаты өнерге салар күшін дейді. Жүректің ақыл сауыты махаббат қылса Тәңір үшін дейді. Біз Алланы сүюіміз керек. Сол үшін Алланы сүйген адам, Алланы таныған адам, ол еш уақытта адамға қиянат жасамайды. Ата-анасын сыйлайды. Ал енді осы жерде мен айтайын деп отырғаным не? Бұған не керек? Саналы түрде білім керек. Сол үшін ойлаймын, жастарымыз осы нәрсені мынау тереңінен түсініп, арнайы мамандардан, ұстаздардан сабақ алса дейміз. Осы мысалы діни мағлұматтардың бәрін арнайы мамандардан алса дейміз. Өйткені қазір күлденең аттылар көп, қазір әлеуметтік желіні пайдаланып, неше түрлі біздің салтымызға, дәстүрімізге, мәдениетімізге, әдет ғұрпымызға мүлдем қайшы тура келмейтін насихаттауда. Кейбір жастарымыз солардың ықпалына келіп, солардың құрбаны болған жағдайлар бар. Қыздарымыз, қаракөз. Сол үшін де біз айтатынымыз, әрине бұл Құдайды тану үшін бірінші ілім керек, білім керек. Сол үшін де оны оқу керек. Қазір жастарымыз көбісі мысалы қарап тұрсаң, кітап оқымайды, байқайсыздар ма? Көбісі мысалы әлеуметтік желіге алады, оңай жағын қарастырады. Қазір керек болса мысалы видеороликтерді мысалы 2 минут, 3 минуттан ашты тыңдамайды. Бұның өзі бұл үлкен бұл қауіп, бұл негізі. Сол үшін іздену керек, оқу керек, арнайы мамандардан, сол ұстаздардан, мамандардан тәлім, тәрбие сабағын алу. Сонда шатаспайды деп ойлаймын, иншалла. Осы эфирді пайдаланып, ата-аналарға кішкене ақпарат айтып өтсеңіз, өзге дін өкілдері бар, мысалға балаларымызды, жастарымызды ертіп, жаңағыдай өздерімен алып кететін. Осы тұста ол кісілердің қалай ара жігін ажыратуға болады, ол кісілер қалай болады деген сияқты ақпарат беріп өтіңізші. Енді жалпы мен бұл жерде біздің кешегі аталарымыз, бабаларымыз қарап тұрсаңыз, біз жас кезімізде мына біздің салтымызға, негізі ислам діні біздің салтымызға, дәстүрімізге сіңіп кеткен. Мысалы дәстүрменен, ұлттық мысалы дәстүрімізбенен былайша айтқанда ислам дінін бөлуге болмайды. Мұсылман дінімізді. Бұл екеуі бір егіз ұғымда. Ал енді қазіргі жаңағы жатағында дереу білуге болады. Бұлардың жаңағындай ұстанымда кешегі мысалы Наурыз мерекесінде көрдіңіздер, Наурызды харам деп шыққандар болды. Домбырамызды харам деді. Ал енді мынау Мұхтар Шаханов атамыздың жақсы сөзі бар. Ұлттың дейді, әкесі бұл тарих дейді. Оның анасы не? Тіл дейді. Бізде де мысалы ата жұрт деп атамыз әйтеуір. Сол сияқты оның тілі қазақ тілі, дұрыс па? Одан кейінгі мәселе, мысалы тіліңіз анасы болса, ал енді мысалы қандай да бір ұлт дейді, дәстүрінен, тарихынан, тілінен айырылатын болса, ол ұлт жойылады деген. Ұлт болудан жойылады деген, дұрыс па? Сол сияқты біздің мысалы қазіргі жат ағымдардың негізгі мақсаты біздің ата заңымызды мойындамайды. Рәміздерімізді, ата заңымызды, ұлттық аспаптарымызды
бұның бәрін былайша айтқанда ширк дейді да, жаңағы жоққа шығады, көрдіңіз ба? Сол сияқты одан кейін жаңағыдай сақал қою деген сияқты, сақалда кішкене әдеп болады, мысалы бізде сақал қойды, мысалы 4 елден аспасын дейді, ені 4 ел болсын дейді. Мұсылман адам негізі әдемі болу керек қой. Сырттан көрген адам сізді көргенде сізден бір сүйсінетіндей болып қой. Мысалы көшеге мысалы жаңағыдай кейбір жаңа маймыл ұқсап қойып алады, жараспайтын неғып алады. Сол үшін әрбір істе бұл жаңағыдай пайғамбарымыздың әрбір көрсеткен әдеп, ақылағы, бұның бәрі сүннет болып есептеледі. Мысалы істеген істері, амалдар. Сол сияқты біздің мысалы дәстүріміз, кешегі сол аталарымыз осы біздің мынау табиғатымызға, былайша айтқанда адамның бір сана сезіміне жаңағыдай бізге ислам дінін түсіндіріп кеткен. Кешегі мысалы мақал мәтелдеріміз, ақындарымыздың жыраулары, кешегі ары кеткен Бұхар жауабымыз, мысалы Мөңке биді алсаңыз, шәкәрім аталарымыз айтсаңыз, Абай аталарымыздың баршасы осы нәрсені насихаттап кеткен, көрдіңіз бе? Сол сияқты біз қазір айтатынымыз не? Қазіргі кейбір ағымдар, экстремист топтар, бұлардың өздерінің бір саяси бір мүдделері бар негізі. Мысалы алысқа бармай ақ қойыңыз, Ливияны қараңыз, Иракты қараңыз мысалы. Сол жерде мысалы террористік топ бар деп не қылды. Сирияны қараңыз. Негізгі бұлардың мақсаттары әйтеуір осы елдің ішіне іріткі салып, бір-біріне айдап салып, былайша айтқанда өздерінің бір мүддесі бар, бір билікке жету деген сияқты. Сол сияқты Құдай сақтасын, осы нәрседен біз сақ болуымыз керек. Ислам діні, бұл ислам діні білейік, бейбітшілік діні, ынтымақ діні, адамды ынтымаққа, бейбітшілікке және де ауызбіршілікке апаратын дін. Сол сияқты. Бірақ мына жатағымда сол исламның бір жаман қырынан көрсетіп жатыр елдерде. Кәдімгі Тенгерянцев деген шығып жатыр. Россиядан шығып жатыр бұл осыдан. Мысалы бізде Тәңіршіл деген де шығып жатыр. Біздің ата-бабаларымыз баяғыда шоқынған, шаманизм дінін ұстанған. Біз Құдайға не қылмағанбыз деген сияқты. Ондан бөлек мысалы атеистер неше түрлі Құдай сақтасын, ол Құдайсыз қоғам болмайды еш уақытта. Сол үшін де біз айтатынымыз осы мынау әлеуметтік желі болсын, мынау қазір Құдайға шүкір, мысалы Қазақстан мұсылмандар емес қаншама имамдары бар, мешіттері бар, ұстаздары бар. Соларды тыңдап, және де сол арнайы, муфтият KZ деген сол арнайы ұстаздардан тәлім тәрбие алған абзал болады. Жалпы Бәйдібек аудандарында қазір арақсыз ауыл деген жобамен бірнеше ауылдар уже жасақталып қойылған, жалпы арақ сусындарсыз той өтіп жатады, қуаныштарын атап өтіп жатады. Ал сондай дүниені біздің ауданға әкелуге болады ма? Қаншалықты қауқарым жетеді? Бұл нәрсе енді біз енді қазір мынандай нәрсе ғой, қазір көп нәрсенің бәрі ешкімге мынау ислам дін мынандай нәрсе бар да, ла икраха фи дин. Дінде еш уақытта зорлық жоқ. Дінде біреуді міндеттеу, болмаса біреуді күштеу деген нәрсе жоқ та. Дін дегеннің өзі насихат деген сөз да. Біз енді осы мәселені жүрген жерімізде насихаттаватырмыз. Ал енді ол мысалы Алла тағала, мысалы бізде мынандай нәрсе бар ғой, жаңағыдай бір арақсыз той болса, бір катастрофа сияқты көрінесеш. Ал енді қарасаңызшы, сіз қараңыз, мысалы мынау арақ, мысалы бір арақ болса, Құдай тағалам, сіз осы бір нәрседен бас тартсаңыз, мына жерде Алла тағала 10 нәрсені қойып қояды сізге. Мына бір нәрседен бас тартқаныңыз үшін. Мысалы не деген сусындар бар, қараңызшы, қымызыңыз бар, қымыраныңыз бар, одан басқа көп қой мысалы сусындар. Мысалы 10-нан көп қаншама сусын түрлері бар. Сол үшін де бізде осы нәрсені дұрыс түсінуіміз керек та, біз Алланың разылығы үшінші, біз қазір көбінесе мысалы осы тойда қарасаң, құдамнан ұят болады, ана ағайынымнан ұят болады, көршімнен ұят болады, досымнан ұят болады деген сияқты бізде Құдайдың разылығы емес, Құдайдан ұят болады емес, біз адамнан ұят болады деп, осындай мысалы Құдайдың қайтарған жаңағыдай сусындарын, жаңағыдай ішімдіктерін қойып атамыз да. Бірақ осы жерде біз білейік те, мынандай нәрсе бар да, ілгеріде бір кісі осы мен бір адамдардың бір разылығын алайыншы деп, барлық адамдарға бір қойдан таратып беріп сөйтсе жаңа адамдар шығып батып айтады дейді, менің қойым арық, менің қойым сәл кішілеу, ең болса басшы мен бергенде болатын еді деп, бәрі жаңа риза болмай кетіп бат айтып бат. Сол сияқты ол біз егер адамның разылығын алатын болсақшы, Құдайдың разылығын алатын болсақ, онда біз не дейді, адамның разылығын алған болып есептеледі екенбіз. Ол адамның еш уақытта ойынан шыға алмайсың. Көрдіңіз бе? Сол сияқты қазақта бек айтпайды ғой, мынау дүниеде адамның дейді, тірінің жақсы жоқ, өлінің дейді, тірінің сөзден аманы жоқ, өлінің жаманы жоқ дейді. Ол бәрі сөз бар. Сол үшін бұл Алла тағала бұл нәрсені негізі қайтарған. Бұл нәрсені әрине мен осы эфирді пайдаланып айтқым келіп отыр. Сол үшін Құдайдың разылығы үшін сіз бір Алла тағаланың қайтарған сондай бір ішімдігінен қайтатын болса,
алла тағала одан 10 жақсылықты ашып қойды деген, 10 жақсылықтың есігін ашып қойды деген, сол нәрсені білуіміз керек. Әрі мен бар мынау аудан тұрғындарын шақырамын. Әрине мысалы кейде көріп жатасың, мысалы бесік той беріп жатады, барамыз ғой өзіміз кейде батаңыз деп бесік той береді, сүндет той береді, мысалы қыз ұзатып жатады, үйіне келін түсіріп жатады. Сондай жерде мысалы қандай дастархан жаяды да, бірақ сол жерге жаңағыдай ішімдікті қойып, ол жерде айтылған нәрсе Құдай тағалам не нәрсені адамдардан қайтарған болса, ол Құдай үшін емес, біз үшін қайырлы, біз үшін адамдар үшін қайырлы. Мысалы көріп отырсыз ғой, ішімдіктің кесірінен қаншама адамдар мысалы жол апатына түсіп жатыр, неше түрлі әйтеуір Құдай сақтасын, Құдай бетін аулақ қылсын. Сол үшін бұл нәрседен біз осы ауданымызға осы нәрсені насихаттап әрі енгізгеніміз абзал. Енді бұл нәрсені халықпенен болатын нәрсе ғой, көпшілікпен. Бірақ біздің насихаттауымыз парыз. Әрі осы аудан тұрғындарын мен шақырамын иншалла. Арақсыз ауыл болуға қазір көп жерде мысалы алысқа барамын, мысалы Сайрамға барайықшы, мен Сайрамға барамын мысалы. Көп жаңағыдай жолдастарымыз бар, имам жігіттер бар, көп жерде мысалы Түркістан, мына Сайрам көп жерде мысалы сатылмайды. Мысалы жақын арада мен мысалы Ташкентке барып келдік, мүлдем жоқ ондай нәрсе көп жерде. Енді сатылып сататын шығар, бірақ уже тыйым салынған көп жерде. Сол үшін біз осы нәрсені жаңа айттым ғой, жаңа өзіміз бастамайынша бар. Әрқайсысы әр адам өзінен бастау керек та, жаңа өзінен бастау керек. Жалпы осы жақын арада мен өз басым суицид бойынша зерттеу жобаларын жүргізген болатынмын. Көбінесе біздің ауданда жас балалар өз-өзіне қол жұмсауы көбірек статистикаға тіркелген екен. Сонда әлеуметтік желіде маған оқырмандарым жазады да, жаңағы жаназа шығару мәселесі, өз-өзіне қол жұмсағандардың. Осы тұрғысынан, осы эфирді пайдаланып толық мәлімет бере өтсеңіз, дінде жолы қандай деген сияқты. Енді жаназа шығарылмайды дейді дінде, бірақ біз шығарамыз деген сияқты пікірлер айтылды да. Осыны түсіндіріп берсеңіз. Иә. Бізде енді жалпы мынау шариғатта өз-өзіне қол жұмсап өлу шариғатымызда дұрыс емес. Бұған негізі тыйым салынған. Мәселен, Алла тағала сізге өмір береді, айтады, мысалы 60 жыл дейік, 70 жыл дейік. Бірақ сол жағдай өз-өзіне қол жұмсауменен бұл Алланың саған жазған, мысалы айтқанда өміріне, тағдырына қарсы шығу деген сөзді өміріне. Ал енді мына нәрсе бар да, қарап тұрсаңыздар, мынау пайғамбарымыз заманда пайғамбарымыздың өзі сол хадис бар. Кім қалай өлсе, ертең қияметте солай тіріледі деген. Мысалы біреу асылып қайтыс болады, біреу өз-өзіне мысалы оқ атады, болмаса пышақтайды, Құдай сақтасын. Сол нәрсе қияметте тура солай болып тіріледі екен да, көрдіңіз бе? Сол үшін де пайғамбарымыз тыйым салған. Сондай өз-өзіне қол жұмсап өлгендердің жаназасын пайғамбарымыз шығармаған да. Ал енді бізде мазхабта, Абу Ханифа мазхабында жаңағындай біз енді мазхаб ұстанамыз ғой, Матурidi ақидасында. Кімде-кім жаңағындай ла илаха иллалла, мысалы, бұның енді Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммед иман келтірген болса, ол асылып өлген болса да оған жаназа шығарылады. Бізде мазхаб бойынша сол рұқсат етілген, жаназасын шығару керек деп. Сол үшін де бізде мазхаб бойынша біз олардың жаназасын шығарамыз. Бірақ негізгі тұрғыда оның өзінде мысалы Абу Ханифа мазхабында айтады, мысалы имам емес дейді да, мешіт бір қызметкері сондай шығарған абзал деп келеді. Енді Құдай бетін аулақ қылсын, қазір жастарымыз көбінесе осы әртүрлі неге түсіп қалып жаңағыдай. Бұның да сол не ғой, жаңағыдай осындай суицидке барады, тығырыққа тіреліп қалатын нәрсесінің бәрі сол не? Сол білімсіздіктен. Алла сақтасын, жаңағыдай сол бір жаңағыдай қарызға кіріп кетеді, болмаса жаңағыдай бір нәрсеге кіріп кетеді. Мынау қалай айтсам болады, сол мынау ұлттық, былайша айтқанда рухани құндылықтың азы ғой. Несінің жаңағыдай сабырсыздығы, әйтпесе мынау Абай атамыздың жақсы сөзі бар ғой, көргеннен де көп екен көрмегеніміз, бәрінен де жақсы өлмегеніміз дейді. Мәселен, өлмеген соң адамның басынан бір өтеді. Сол нәрсеге шыдаған адам ғана өмір сүреді екен да. Бұның бәрі өмірдің өзіне сынақтан тұрады, көрдіңіз бе? Сол сияқты сол саналы түрде адам мысалы исламнан, діннен, осылай ұлттық құндылықтан, әдет-ғұрыптан хабары болса, Құдай бұндайға бармайды. Негізі біздің шариғатымызда, мазхабымызда асылып өлгенде шығарылады жаназа. Ауыл жастарының рухани дамуына қандай кеңес берер едіңіз? Енді рухани мықты тұлға болу үшін, мықты тұлға болу үшін әрине бұл енді мықты тұлға болу үшін мен ойлаймын, бұл жерде біріншіден жаңағындай білім керек. Одан кейін бабаларымыздың көрсеткен сара жолыменен, одан кейін мынау Алла тағаланың мынау жіберген қасиетті Құраны бар, пайғамбарымыздың өсиеттері бар, осындай жаңағыдай шариғатымыз бар, дініміз бар.
дәстүріміздің бәрін бірдей ұстаса, Құда қаласа солы иншалла сол кезде саналы түрде осы нәрседе адамның өзінің жүрегінде, санасында еліне, отанына деген, өзіне деген құрмет болады. Қазақ бекер айтпайды, әулие болсаң дейді да, әулие болсаң өзіңді жарылқа дейді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты мынау адам өзінің қадірін білген адам, бұл басқаның да қадірін біледі. Сол үшін мен айтатыным, мынау барша мысалы жамандық, мынау ішімдік деп атамыз, Құдай сақтасын. Мынау ойын құмарлық деген жастарда білесіз көбейіп жатыр қазір. Мысалы ойын құмарлық, ішімдік, лудомания дейді неше түрлі. Бұның бәрі айланып келгенде адамды түбінде аздырып, тоздырып, құлдырататын нәрсе. Сол үшін бұл нәрседен аулақ болып, сол жаңағыдай Құдайдың көрсеткен сара жолы, кешегі даналарымыз айтады ғой, Құдай сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет дейді. Сақтан қалған салтымыз бар, ғұннан қалған ғұрпымыз бар, түркіден қалған жұртымыз бар. Құдайға шүкір, біз еш нәрседен қысылатын нәрсеміз жоқ. Еш нәрседен біз ұялатын нәрсеміз жоқ. Біз басқа мемлекеттердің мысалы мәдениетінен де, салтынан да, дәстүрінен біздің салтымыз, дәстүріміз өте жоғары тұрады. Қан тазалығы болсын, әдеп болсын, ақлақ болсын, барлық жағынан. Мысалы мен сізге айтайын, 1900 қателеспесем 96 жылдар Қазақстан әйелдер деген журнал берді, есіңізде ме? Сіздер жас сол кезде біз білеміз. Мен сол жерде оқығам. Ана Германияда бір үлкен, мен сейчас ұмытып отырмын, мысалы нені жаңағыдай оқу орнында бүткіл мысалы жер бетінде адамның несін зерттеген. Ген, қан. Сонда қарап тұрып сөйлеп жазады, ең таза ген мына Орта Азия деп келеді осы біздің қазақ. Таза. Бізде мысалы 7 ата-бабадан 7 атадан аспай бізде еш уақытта қыз алыспаған. Көрдіңіз бе? Бізде керек болса мысалы мысалы басқа неден жаңағыдай басқа жүзін алатын болған. Сондай болған. Мысалы 300 ба, ұлы жүз дейміз, орта жүз кіші. Сондай жаңағыдай 7 ата-бабадан аспай бізде қыз алысып, бұның өзі қан тазалық. Көрдіңіз бе? Сол сияқты осы нәрсенің бәрін біз сол кешегі сол аталарымыздың мұра алған нәрсесін біз арғы келешекке сол жастарға түсіндіріп, әрі түсіндіріп болғаннан кейін осыны іске асыратын болса, Құда қаласа келешегіміз жақсы болады. Кәрім аға, жалпы руханият орталығының теолог маманы ретінде бүгінгі аудан тұрғындарының рухани болмысына қандай баға бересіз? Енді қазіргі рухани болмысында баға беретін енді менен айтарым, қазір Құдайға шүкір, жастарымыз көріп жатырмыз ғой, кешегі мысалы жастарымыз осы ауданда мен өткенде қанша бір 5-6 мысалы отбасыға мысалы үйлерді беріп жатыр жастарымыздың. Жастарымыз кезде мысалы мешітке барамыз, Құдайға шүкір көреміз, мысалы имандылыққа бет бұрып жатқандарын, сондайды көремін да, мынандай ғой, үмітке деген, мына келешекке деген кішкене бір үміттің сәулесі бар да көрінеді. Біз енді бала кезімізде, жас кезімізде, бізге енді ата-аналарымыз, ұстаздарымыз солай тәрбие етті. Абай атамыздың жақсы сөзі бар ғой, дүние бір кірпіш дейді, тетігін таптап барда қалан дейді. Сен ертеңгі қоғамның бір бөлшегісің дейтін. Ертең сен қоғамға пайданы тигізесің. Шариғатта да пайғамбар айтады, сен тіліңмен дейді, қолыңмен, аяғыңмен болсын, ісіңмен, амалыңмен болсын, адамды жақсылыққа шақыр дейді. Адамның ең жақсысы адамға пайдасын тигізгендер дейді. Адамның ең жаманы адамдарға қолымен, тілімен азар бергендер дейді. Жастарымызға енді сондайлар сәулет көресің де жаңағыдай жеке басының қамы емес. Мынау Абай атамыздың бір сөзі есіме түсіп отыр. Қара басының қамы үшін дейді, қара басының қамы үшін өмір сүрген адам өзінің оттығын тойдырған хайуан секілді деген. Бірақ мынау адамның жаңағыдай мына адамның қарызын өтеу үшін, мына қоғамға пайдасын тигізу үшін, отанына, еліне пайдасын тигізу үшін өмір сүрген адам нағыз Алланың құлы осы деген екен, көрдіңіз бе? Сол сияқты сондай жастарымыз көргенде кішкене жүрекке, көңілімізге жылу құйылатады. Сондай жастарымыздың сондай мейірімді болып жатқанына қазір бір нәрсені неған кезде осындай біреу қиналып жатқан жағдайға жастарға сүйеу болып, әйтеуір тіреу болып, жұбаныш болып жатқан жастарды қуанамыз. Дей тұрғанмен де енді жаңағыдай әттегендер де бар. Кейбір жастарымыз жаңағыдай қатыгез көре бастады, жаңағы мысалы кейде біреулер жаңағыдай пышақтап кету, Құдай сақтасын, өлтіріп кету, жабылып кету деген сияқты нәрселер, осындай бір қатыгездік. Құдай бұлай сақтасын. Сол үшін адамның мынау жүрегінде кішкене мейірім болған жақсы. Имандылық бұның бәрін сол не білімменен, саналы түрде ата-ананың тәрбиесіменен келетін нәрсе. Құдайға шүкір сол жастарымыз Аллаға шүкір деп айта аламын. Бірақ дей тұрғанмен де көбірек сол насихаттауымыз керек, әрқайсымыз. Жалпы сұхбатымыздың аяғын
әдемі тілегіңізбен, жылы лебізіңізді білдірумен аяқтасаңыз, иә? Батаңызбен. Енді айналып кетейін қарындасым, бүгін жақсы бір сұхбат болды. Мынау сіздерге де мына қазір енді ақпараттық әлеуметтік желінің несі ғой, қазір дамыған уақытысы, көп нәрсе осы әлеуметтік желі арқылы, ақпарат арқылы насихаттардың бәрі жүзеге асады. Сіздерге де мен үлкен ризашылығымды білемін, рахметімді айтамын. Мына істеріңіз алға бассын, еңбектеріңіз жемісті болсын, Құда қаласа. Осындай сүбелі, мына елге кішкене имандылыққа шақыратын, айтады ғой, адамның ең жақсылары мынау жақсылыққа бастап жамандықтан қайтарған еді. Осындай бір жақсы халыққа мынау имандылыққа шақыратын, тәрбиелікке шақыратын сондай мағыналы, сүбелі нелеріңіз көбейе берсін, Құда қаласа. Осындай сұхбаттарыңыз, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, Құдай осындай тыныштығымызды Алла көп көрмесін. Жастарымыз аман болсын. Енді жастар біздің болашағымыз ғой, Құда қаласа. Сол айтатынымыз, тек қана жастарымыз иманды болсын, аспанымыз ашық болып, мынау туымыз көкте желбіреп, тұғырымыз биік болып, қияметке шейін еліміздің Алла тыныштығын, берекесін Алла қияметке шейін жеткізсін. Сау саламатты болыңыздар. Сізге де үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, студиямызда әдемі, тағылымы мол, әдемі, мәнді, сәнді сұхбат болды деп ойлаймыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.